Елімізде 1 қыркүйектен бастап қандай өзгерістер болады? Жаңа оқу жылы. Биыл еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4,1 миллионнан астам оқушы партаға отырады. Олардың ішінде 341 мың бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттап 1 сыныпқа барады. Ал 232 мың оқушы 11 сыныпқа көшті. Оқу 2 қыркүйекте басталады. Жолдау. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 8 қыркүйек күні парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жолдауын жариялайды. Мектептегі ас мәзір өзгереді. 1 қыркүйектен бастап Қазақстанда мектептегі тамақтанудың жаңа стандарты мен көп нұсқалы үлгілік мәзір күшіне енеді. Енді оқушылардың рационында қант, тұз бен май мөлшері азайтылып, жасанды, шамадан тыс тұзды немесе тәтті өнімдер алынып тасталады. Оның орнына жаңа піскен көкөніс, жеміс пен жидек, табиғи өнімдердің үлесі көбейтіледі. Жаңа оқу жылынан бастап мектеп асханаларында бірқатар үйреншікті тағамдарға тыйым қойылады. Олардың ішінде гамбургер, наггетс, тәтті сусындар, балмұздақ, чипсы және сағыз бар. Асханасы жоқ білім беру орындарында оқушыларға арнайы ланч пакеттер беріледі. Оның құрамында ыстық бутерброд, йогурт, жеміс және сусын болады. Шәкіртақы көтеріледі. Бакалавриат 52.372 теңге, магистратура 117.098 теңге, докторантура 262.500 теңге. Педагогикалық мамандықтарда оқитын студенттер 84 мың теңге көлемінде стипендия алады. Жазаның жаңа түрі. 1 қыркүйектен бастап елде әкімшілік заңнамаға өзгерістер күшіне енеді. Жаңа түзетулер аясында жаза түрлерінің бірі ретінде міндетті қоғамдық жұмыстар енгізілмек. Енді азаматтар ұсақ бұзақылық, көшелер мен қоғамдық орындарды ластағаны, арнайы қызметтерге жалған қоңырау шалғаны, қоғамдық орында алкогольдік ішімдік ішкені, сондай-ақ арнайы көліктерге жедел жәрдем, өрт сөндіру, полиция жол бермегені үшін тек айыппұлмен ғана емес, сонымен бірге қоғам игілігіне міндетті жұмыстар атқарумен де жазалануы мүмкін. Ақша аударымдарын тексеру. Қыркүйектен бастап 1 миллион теңгеден асатын аударымдар салықтық тексеруге ілігеді. Енді 3 ай ішінде 1 миллион теңгеден көп қаражат аударатын азаматтар салықтық тексеруге түсуі мүмкін. Мұндай жаңа тәртіп шілде айының ортасында президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған салық кодексіне енгізілген түзетулерде қарастырылған. Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың айтуынша, туыстар арасындағы ақша аударымдары салық органдарының бақылауына жатпайды, яғни жақын адамдар бір-біріне қаржы жіберген жағдайда ешқандай тексеру жүргізілмейді. Астана әуежайы уақытша жабылады. Астана әуежайының ұшу-қону жолағы жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылады. 1-4 қыркүйек аралығы 2025 жылғы 8 қыркүйектен 31 қазанға дейін, күн сайын сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін. Демалыс. 30 тамыз сенбі күні қазақстандықтар Конституция күнін атап өтеді. Мереке сенбіге сәйкес келгендіктен келесі дүйсенбіде демалыс күні болып есептеледі. Сондықтан аптасына 5 күн жұмыс істейтіндер үшін 30-31 тамыз және 1 қыркүйек қатарынан 3 күн демалыс. Аптасына 6 күн жұмыс істейтіндер үшін 31-30 тамыз демалыс күндері, 1 қыркүйек жұмыс күні. Зейнетақы тағайындаудағы өзгерістер. 1 қыркүйектен бастап азаматтарға зейнет жасы жеткен кезде төлемдер ешқандай өтініш бермей-ақ автоматты түрде тағайындалады. Барлық деректерді азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мен бірыңғай жинақтық зейнетақы қоры салыстырып тексереді. Қосымша өзгерістер олар мыналар. Зейнетақы жарналарын ұстап қалу тәртібі жеңілдетілді. Кейбір табыс түрлерінен, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдардың еңбекақысынан жарна ұсталмайды. Қайтыс болған адамның туыстарына жерлеу рәсіміне бір жолғы төлем қарастырылған. Егер шоттағы қаржы ең төменгі зейнетақы мөлшерінен аз болса, қалдық толықтай отбасыға беріледі. Жаңа саяси маусым басталады.
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов парламент палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы өкімге қол қойды. Қазақстан Республикасы Конституциясының 58 бабы 4 тармағының 2 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысы 2025 жылғы 2 қыркүйекте сағат 11:00-де Астана қаласында шақырылсын деп жазылған өкім мәтінінде. Жеке қауіпсіздік сабақтары 1 қыркүйектен бастап еліміздегі барлық білім беру ұйымдарында жеке қауіпсіздік сабақтары қайта өткізіле бастайды. Бұл сабақтар балаларға түрлі өмірлік жағдайларда дұрыс әрекет етуге қажетті практикалық дағдыларды үйретуге, сондай-ақ олардың өз қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауын дамытуға бағытталған.